Сәлем достар, бүгін біз 6 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. 6 айлық баланың физикалық дамуы, жеке психикалық дамуы, тамақтануы, күн тәртібі қалай болмақ? Достар, ақпарат тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар. Сіздер үшін өте маңызды ақпараттар болмақ. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қоя отырыңыздар. 6 айлық бала дамуы, бұл жерге сіздің балаңыз жарты жыл өмір сүрді, жарты жыл өмір сүрді. 6 айлық бала тек қана бас бармағын ғана қимылдатып қоймай, үлкен адамдар секілді бүткіл саусақтарын қимылдатып, кәдімгідей ұстаған затын жібермей қатты ұстап, сондай бір өзгерістер болады. Баланың салмағы 8500 граммдай болады. Бала әр апта сайын 100-150 граммдай қосып отырады. Бірақ 6 айға дейін көп ол салмақ қосады өзінің бойына. 6 айда баланың денесі 16 сантиметрге өсті. Басының шеңберінің ұзындығы 41-44 сантиметр. Сонымен қоса баланың бұлшықеті жақсы дамуда. Бала ішпен аунай бастайды, яғни. Балада бұл кезде балаңыз аунамаса, яғни оны әртүрлі жаттығулар арқылы, массаж дейміз қазіргі кезде, массаждар арқылы аунатып үйретуге тура келеді. Бала әртүрлі қимылдарды жасайды. Мысалы, егер де сіз оны отырғызып қоятын болсаңыз, 6 айлық баланы, ол онда қолын былай түріп тұруы мүмкін. Бала өзіне қызықты заттарға тартылады, яғни ойыншықтарды кәдімгідей ұстап, ойнап, қолына берсеңіз қарап, қызықтай бастайды. Бала тіпті ойыншықтармен ұзақ ойнауы мүмкін, ұзақ қарауы мүмкін. Ал дыбыстарға назар аудара бастайды. Қатты шыққан дыбыстарға айғайлап жауап береді, болмаса көзінің көру аймағын кеңейтіп, қатты бақырайып қарап қалатын болады. Балада сондай эмоциялар болады. Және өзіне қызықты заттарға тартыла бастайды. Мысалы, коврикке жатқызып қойсаңыз, ол төбесіндегі ойыншықты алу, тартылып, жұлмалап, аузына салып, тығып, міне осындай ала алмаса, ойыншықты жөнде ұстай алмаса, ол онда ашуланып кетуі мүмкін. Ойыншық түсіп қалып, жаңағы ойнайтын зат таба алмай қалса да, ол өзінің реакциясын білдіретін болады. Бала тіпті ойыншықты ұстап алып, сылдырлатып, ойыншықты ұстап алып, ұруы да мүмкін. Себебі оның бұлшықеттері жаңағы қарқынды дамыған, ол ұстай алады заттарды. Ол содан сылдырлатса, ол дыбыс шығатынын біледі, ұрса дыбыс шығатынын біледі. Осындай қимылды қозғалыстарды бала жасай алады. 6 айлық баланың сөйлеуі қалай болмақ? 6 айлық бала бұлдырлап, ұзақ бұлдырлап сөйлейді. Ұзақ бұлдырлап, өзімен өзі тіпті сөйлесіп отыруы мүмкін. Сіз қасыңына барып, оған назар аударып, әңгімесеңіз, онда ұзақ сонар дыбыстарды байқайсыз. Яғни ол ұзақ сөйлей алады, бұлдырлай алады. Ма, ба, деген осындай бір дыбыстарды шығарады. Әр балада әртүрлі болуы мүмкін. Біреулер деп осындай дыбыстар шығаруы мүмкін. Яғни дауыссыз дыбыстарды бала ұзақ сонар шығара бастайды. Бұл кезде бала өзінің осы дыбыстарды шығару керек. Баламен бұл кезде қарым-қатынасқа түсу керек. Ол әшейін дыбыс шығарып жатыр ғой, өзімен өзі сөйлесіп жатыр деуіңіз мүмкін, бірақ бұл кезде баламен сөйлесу керек. Яғни баланың, мен сені тыңдап отырмын, сондай ма деген секілді, сондай болды ма деген секілді өзіңіздің жаңағы балаңызбен сөйлессеңіз болады. Әңгіме айтсаңыз, оны еркелесеңіз, бала кәдімгідей күліп, сізге өзінің жауабын қайтарады. Яғни біз бала ештеңе білмейді деп ойлаймыз, бірақ бала барлығын іште жатқанда-ақ біледі. Сол себепті де екіқабат әйелдерге баласымен іште жатқаннан-ақ сөйлесу керек та, себебі ол бәрін сезіп жатады. Бәрін біліп жатады. Сондықтан да баланың осындай бір эмоциялар шығарады, яғни сөйлеу сондай болады. Ал эмоциясына келетін болсақ, онда бала мақсатқа жетуге талпынады бұл кезде. Яғни бірдеңе орындалмай қалса, бағанағыда айтқанда ойыншық түсіп қалса, яки болмаса ұйқысы келіп кетсе, болмаса жаңағы үлкен дәретке жіберіп қойса да, қатты мазасызданып, жылап кетуі мүмкін. Бұл кезде балада бір нәрсе, яғни дұрыс емес болып жатыр деген сөз. Не ұйқысы келді, не үлкен дәретке жіберіп қойды, болмаса баланың іші пісіп кетті дегенге болады. Болмаса жаңағы ойнап жатқан жақсы ойыншығы кетіп қалды, түсіп қалды, жаңағы ойыншықты ала алмай қалды деген секілді. Болмаса сіз оның эмоциясына жауап бермей қойдыңыз деген секілді.
осындай бір өзіне ұнамаған нәрсесін ол кәдімгідей ашуланып білдіретін болады. Баланың тамақтануы қалай болмақ? Бала бұл кезде негізі 6 айдан бастап қосымша тамақтану керек деп айтып жатады. Дәрігерлердің айтуы бойынша, яғни не деп айтамыз ғой, смес ішетін балдар, олар 4 айдан бастайды дейді қосымша тамақты. Ал емшекте емізулі балалар болса, онда ол 6 айдан бастау керек дейді. Бірақ әр балада әртүрлі деп отырғаным, мысалы, егер сүтіңіз көп болса, онда кейбір аналар 6 айда емес 7 айында, 8 айында қосымша тамақ бергіздіріп жатады. Себебі өздерінің сүті онсыз да ағып жүреді. Ол сүтті қайға кетірерін білмейді. Сол себепті де 7 айында, 8 айында қосымша тамақты енгіздіріп жатады. Бірақ дәрігерлердің айтуы бойынша 6 айдан бастап беру керек дейді. Енді бұл жерде өзіңізде қарап көресіз, қалай ыңғайлы болады балаға. Егер сіздің сүтіңіз көп, ағып, тамып жүретін болса, онда кейбір аналар 6,5 айда, 7 айда бастап жатады. Ал егер жоқ, жаңағы балаға жеткіліксіз болып жатыр, баланы тойдырамай жатырмын десеңіз, онда 6 айдан бастап жайлап бұл жерде әртүрлі пюрелерді енгізуге болады. Жалпы ботқа, көкөніс дейді, ботқадан бірден бастауға кеңес бермеймін, себебі баланың организмі үйренбеген әлі. Сол себепті көкөністерден бастаған дұрыс болады. Мысалы, картоптан, болмаса сәбізден бастауға дұрыс болады. Бірден алма, банан беруге болмайды, себебі ол тәтті жемісті жеп қойғаннан кейін ол картоп, сәбіз секілді дүниелерді жемеуі мүмкін. Біреулер бірден банан беріп жатады, біреулерден алма беріп жатады. Жоқ, картоп немесе жаңағы сәбіз, осының жаңағы пісіріп алып, картоп сәбізді майдалап, езіп, ол енді бөлек тақырып болады прикорм туралы. Бірақ бірінші көкөністен бастағанымыз осындай дұрыс болады екен тамақтануы. Егер балаға сүт жеткіліксіз болса, онда осындай қосымша тамақтарға жайлап көше берген дұрыс болады. Балада ұйқы режимі қалай болады? 6 айлық балада, 6 айлық бала 14 сағатқа дейін ұйықтауы мүмкін. Яғни балада егер күндіз көп ұйықтатып қойсақ, түнде аз ұйықтауы мүмкін. Сол себепті күндізгі түнгі ұйқысы бақылауда ұстауымыз керек. Күндіз кейбір балалар 2 рет ұйықтайды, кейбір балалар 1 рет ұйықтайды. Енді бұл жерде қарауымыз керек та, қанша сағаттан болады, режиміне баса мән беруіміз керек. 6 айға дейін бала оянса, 6 айда кейінгі қызықты мәлімет дағы, 6 айда кейін кейбір балалар түнде мүлде оянбай, кәдімгі үлкен адам сияқты ұйықтап тұруы мүмкін деген секілді қызықты мәліметтер бар. Бұл жерде әркімнің индивидуалды дамуына әртүрлі, бірақ сондай да мәліметтер бар. 6 айлық балада бұл кезде кейбір балаларда алғашқы тісте шыға бастайды. Болмаса тісі жаңағы аузынан көп су аға бастайды бұл кезде. Бұл аузынан көп су ағу сол тіс шығуымен байланыстырып жатамыз. Болмаса жаңағы көп мазасызданғанда байқаймыз, түнде оянуы деген секілді. Бұл сол бір тістің шығуымен байланыстырып жатамыз. Кейбір балаларды кәдімгідей жайлап тіс шыға бастайды. Тағы бір қызықты мәлімет, балалар кәдімгідей адам бетін ұстап, қызықтап, балаға жақындасаңыз, былай қолын бетіңізге қойып, мұрныңызға, көзіңізге, егжей-тегжейлі бетіңізді былай сіздің өз умаждауы мүмкін. Аяқтарын былай соғып, өз бір-біріне соғып ойнауы мүмкін. Мысалы, қолына қолғап кигізіп қояды ғой, енді тырнағы өсіп кетсе бетін тырнап алмасын баланы деп ояу кезінде. Сол қолғаптарын шешіп тастап, бүйтіп қарап, қолғаптарын былай ұстап жатуы мүмкін. Яғни ол айналаға зерттей қарайды, зерттеп бастайды. Оған соның бәрі қызықты болады. Заттарды алып, бетіне ұрып ойнауы да мүмкін тіпті. Ол деген сөз бала, яғни айналаны зерттеп жатыр. Айналаны көріп, яғни дыбыс қандай нәрсе шығарады екен, мынау кімнің беті екен, кімнің көзі екен деген секілді, мамам көзі мынандай ма, әкем көзі мынандай ма деген секілді айналасына қызықтап қарай бастайды. Бала бұл кезде әбден жақындарын таниды, күледі, контактіге түседі. Достар, сіздерге бар беретін ақпаратым осы. Барынша ақпараттарды жақсы бердім деп ойлаймын. Арнама жазылып алыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса астына комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.